Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тағамымыз пигоди. Оның құрамы 300 грамдай фаршымыз, кішкене ғана капустамыз, және 2 штук жуа, және ашытып қойған қамырымыз. 2 сағат бұрын илеп ашытып қойғанбыз. Қамырының құрамы кішкене дрожь, тұз және су, кішкене ас қасықпен 1 қасық май құйып, осылай қамыр илеп аласыздар. Осы құрамның бәрін қазір дайындап алып көрсетемін. Неке қамырларымызды өстіп бөліктерге бөліп дайындап алдық. Енді салмамызға кішкене бұрыш себездейміз. Сосын кішкене тұз себездейміз. Жуамен капустаға ғана. Менің фаршым алдын ала тұздалған фарш, сондықтан тек капуста мен жуаға ғана бұрышпен тұз сеуіп аламыз да, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап салмамызды алмастырып, жақсылап араластырып алдық. Қолмен жақсылап араластырасыздар. Енді бөліктерге бөліп қойған қамырымызды осылай оқтаумен жайып, ішіне жақсылап салмасын саламыз. Молдау қылып салсаңыздар, өте дәмді болады. Молдау қылып салып, түйесіздер. Неке достар, біз мантоваркаға салып өйстіп 45 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Негізі мантоваркаға салғаннан кейін 10 минут ашытып қоясыздар. Мен қазір енді уақытым аздау болып тұрғаннан кейін ашытып қойған жоқпын, бірден осылай қойдым. Неке достар, біздің әп-әдемі пигодиларымыз пісіп шықты, дайын, өте керемет болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Біздің видео ұнаса достар, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Өте керемет пигодилар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.